Назарбаевтың билігі демократиялық партияға қарсы ашық шабуылға және соғысқа кірісті десек болады. Соңғы күндер көріп отырсыздар, біздің белсенділерге қарсы әртүрлі қысымдар басталды, қудалаулар басталды, қылмыстық істер ашылып жатыр, түрмеге қамалып жатыр. Осыдан бір ай шамасында Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Назарбаевтың кластасының ұлы Бауыржан Байбек бізге қарсы сот шешімін шығартып, сол сот шешіміне сәйкес ол туралы, оның жемқорлығын толықтай әшкерелейтін, ол туралы бүкіл шындықты айтатын фильмді өшіру туралы осындай шешім шығартып отыр. Олар біліп отыр билік, біз бұл шешімді орындамаймыз. Өйткені Байбектің жемқор екендігі, алаяқ екендігі, ұрлыққа батқан шенеунік екендігі, ол бізге айқын нәрсе, және біз оны құжат негізінде сотта бүкіл материалдармен, видеоматериалдармен толыққанды дәлелдедік. Ал орындамағаннан кейін міндетті түрде әкімшілік іс қозғалу керек, қылмыстық іс қозғалу керек. Билік міне осыны қазір көздеп, меңзеп, мені осы Байбек арқылы түрмеге қамау мәселесін ойластырып отыр. Яғни олар біледі, әкімшілік істермен мені бір қорқыту, үркіту мүмкін емес, сондықтан осындай үлкен қылмыстық істер арқылы қудалау жүргізу мақсатында бар екендігі түсінікті. Бұл міне басталғандығын көрсеткен болатын шабуылдың. Енді 6 шілде күнгі митингте бүкіл халық көріп отыр. Әлеуметтік желілерде біз жарияладық, YouTube-та жарияладық, Facebook-та жарияладық. ОМОНның қызметкерлері, яғни арнайы жасақтың қызметкерлері демократиялық партияның белсенділерін, бейбіт митингке шыққан азаматтарды аяусыз ұрды, соқты, сол жерде физикалық шабуылдар жасады. Әйел деген жоқ, апай деген жоқ, ер адам деген жоқ, қыз деген жоқ, ештеңеге қараған жоқ. Жаңаға аяқтарымен тепкілеп, қолдарымен ұрып, көздерін көгертіп, беттерін көгертіп, денелеріне жарақат келтіртіп, жерде жатқан адам тепкілеп, міне осындай қатты шабуылға көшті, физикалық шабуылға, кетлинг кезінде. Тура сол күні екі белсенді, Рысбек Тоқтасын және Дәурен Достияров 10 тәулікке қамалды. Ешқандай жазықсыз, олар ешқандай қылмыс жасаған жоқ, ешқандай бұзақылық жасаған жоқ, бірақ оларды 10 тәулікке қамауға алу туралы шешім шығарды. Кеше ғана біз естіп отырмыз, Абзал Достияровты кеше көрдіңіздер тікелей эфирден 6 тәулікке қамау туралы шешім шығарды. Бұл нағыз масқара шешім. Ешқандай ол қылмыс жасаған жоқ, бұзақылық жасаған жоқ, бірақ соған қарамастан митингке шыққан үшін оны 6 тәулікке қамау туралы шешім шығарды. Әлімжан Ізбасаровты митингке шыққан тағы да 6 тәулікке қамады, кеше ғана Абзалмен бірге. 10 адам жабылып, Абзалды полиция бөлімшесіне алып кетіп, сонымен жаңағы Алатау ауданында бізде ол жоқ деді, Бостандық ауданы бізде жоқ деді, тек қана Алматы полиция департаментіне барып қана оның қай жерде екенін біз анықтай алдық, қорғаушысын қатыстырған жоқ сотқа. Міне осындай қысым болып жатыр. Одан кейін тағы да белгілі болып отыр. Бүгін сот басталады. Сәкен Майғазиев, яғни Шымкенттегі қазіргі шенеунік, Музарт тобының белді мүшесі, белгілі қазақстандық әнші, биліктің тапсырмасымен біздің пайымымызша Аружан Дүйсебаеваны, демократиялық партияның белсендісі, қылмыстық іске тарту бойынша сотқа арыз тапсырып отыр. Бұл енді нағыз масқара деп айтуға болады, өйткені Майғазиевтің атағы дардай белгілі әншінің, адамның жас қызды сотқа сүйрелеп, оны қылмыстық жауапкершілікке тартқызам, түрмеге отырғызам, міне осылай қудалайым деп отырғаны, ол нағыз масқара тірлік, абыройдан жұрда ететін тірлік. Бірақ ол тірлікті ол жасап отырғаны өзінің ішкі шешіммен емес, өзінің ішкі ойымен емес, Назарбаев билігінің нұсқауымен жасап отыр деп санаймыз. Назарбаевтың билігі сондай нұсқау берді, ол содан кейін барып арыз жазып отыр. Бұл не үшін жасалып отыр? Бұл демократиялық партияның аузын буу үшін, аузын жабу үшін, мына қудалауды күшейтіп, бізді митингтерге шығартпау үшін жасалып отырған әрекет. Бірақ одан түкте шықпайды. Егер билік ойласа, осылай біз қудалауды күшейтеміз, әкімшілік қамауға аламыз, әкімшілік жаза қолданамыз, қылмыстық істер қозғаймыз, сонымен демократиялық партия үнсіз қалады, тып-тыныш қалады, митингтерге шықпай қалады, күресін тоқтатып қалады деп ойласа, қатты қателеседі. Біз талай қиын жолдардан өтіп жүрген адамдармыз. Талай қысымдарды көріп жүрген адамдармыз.
Сондықтан демократиялық партияның митингтері міндетті түрде жалғасады. Міндетті түрде болады. Ол бір. Біз жемқорларды міндетті түрде әшкерелеуді жалғастырамыз, тоқтатпаймыз. Жемқорлар әшкерелене береді. Барлық шындықты біз айта береміз билікте отырған шенеуніктер туралы. Сондықтан біздің күресіміз тоқтамайды. Біздің күресіміз жалғасын табады. Назарбаевтың билігін қашан жеңбейінше біз күресімізді тоқтатпаймыз. Әділдік Қазақстанда қашан орнамайынша біз күресімізді тоқтатпаймыз. Қамайтын болса қамасын абақтыға, отырғызам десе отырғызсын. Онда біздің жақтастарымыз, батыс мемлекеттеріндегі жақтастарымыз, Еуропадағы жақтастарымыз Назарбаев билігіне қатысты ашық күреске сол жақта да шығады. Америка құрама штаттары Назарбаевтың билігіне санкция салуы мүмкін. Еуропа одағы санкция салуы мүмкін. Ертең Лукашенко сияқты бүкіл есеп шоттары бұғатталған, өздері оқшауланған, ешкім олармен қол алыспайтын саяси режимге айналады. Сондықтан міндетті түрде осындай қысым болады Назарбаевтың билігіне. Сондықтан біз ешқандай қысымнан қорықпаймыз, күресіміз жалғасады, күресіміз тоқтатпаймыз. Сіздерге бір айтатын нәрсеміз, ертең 16 шілде күні сағат 17:00-де, кешкі сағат 5-те Алматы қаласы Лобачевский 10 деп аталатын мекенжайда әкімшілік қамауға алынғандардың абақтысы бар. Сол жерге барлығымыз жиналайық. Сағат кешкі 5-те 16 шілде күні ертең Рысбек Тоқтасын және Дәурен Достияров бостандыққа шығады. Сол екі батырымызды, азаматымызды күтіп алайық, қарсы алайық. Нағыз батырларша күтіп алайық. Олар ел үшін, жер үшін, отан үшін митингке шықты, күресіп жүрген азаматтар. Соларды құшақ жая қарсы алуға бірге барайық.